Енді бірінші сұраққа келетін болсақ, айтады массалық үлесі жоғары темір кені дейді. Магнетит, гематит, сидерит, пирит дейді. Сіздер бұлардың химиялық формулаларын білу керексіздер. Енді кішігірім мен айтып өтейін, бұл сұрақ біраз уақыттан бері келіп жүр. Кәдімгі НКТ-нің сұрағы магнетит, оның формуласы феррум 3 О4 деген сөз. Енді бұны ашып айтатын болсақ, феррум О көбейтілген феррум 2 О3. Осы жердегі темірлерді жинақтап қарасаңыздар 3 шығады, оттектерді жинақтасаңыздар 4 шығады. Гематит дегеніміз міне мынау бізде гематит болады. Феррум 3, феррум 2 О3. Сидерит, ол бізде феррум карбонаты, темір карбонаты. Пирит, ол бізде білесіздер, феррум С2 болады. Енді осы жерде малярлық массасын табамызда, жалпы малярлық массаға темірдің малярлық массасын бөлеміз. Содан қайсының массалық үлесі жоғары, сол бізде дұрыс жауап болады. Міне қараңыздар, әр қайсыныкін тауып қойдым. Мынаның малярлық массасы 232, алайда бұл жерде 3 темір бар, сондықтан темірдікін білесіздер, малярлық массасы 56 грамм на моль. Соны 3-ке көбейтсек, міне 168 шықты. 232-де 168-дің үлесі 72-де 4. Вот, осы бізде дұрыс жауап болады екен. Енді осы жауапқа жақынырақ, ол бізде гематит, міне 70%, сидерит көрініп тұр, пирит міне көрініп тұр, Жалпы дұрыс жауап бізде А нұсқасы болады, ол магнетит деген сөз. Арғарай кеттік. Екінші сұрақ айтады, ұзын полипептидтік тізбекті жүйелеу номенклатурасы бойынша нөмірлеу реті. Енді полипептид деген не ол нәруіз деген сөз. Негізінде мына біреу нәруіз, ол дегеніміз амин қышқылдарының қалдықтарынан құралады, Енді жалпы нәруіз қалай тігіледі? Яғни тігілу деген өсу деген сөз. Негізінде нәруіз NH2 тобынан бастап өседі екен. Яғни нәруіздердің биология бойынша, химия биология бойынша оларды тану, атау, жіктеу негізінде бос NH2 тобы бар шетінен басталады екен, Қазір көрсетейін. Міне қараңыздар. Яғни кез келген нәруіздің жалпы жазылу реті былай, өзінің бір ережесі бар. Кез келген нәруізде NH2 тобы болуы мүмкін, және де наяқта карбоксил тобы, COOH. NH2 тобы ол бізде сол жақта жазылады екен, міне сол жақ, мынау оң жақта бітеді екен, оң жақ. Міне. Осылай негізінде кескінделеді нәруіздің формуласы. Енді ағылшынша С жақты біз айтамыз N терминал, N дегеніміз азот деген сөз. Ал бітетін карбоксил тобы жағын S терминал дейміз. Міне стрелка мына бағытта, яғни амин қышқылдарының қалдықтары қосылып, бізде нәруіз өсе беруі мүмкін. Сонымен осыны білетін адамдар негізінде мына жерде азот атомы басталатын жерден деп белгілеуі мүмкін еді. Бірақ базада ол тұрған жоқ. Базада міне мынау тұр. А тобы тұр. Карбон, яғни карбоксил тобы бар шетінен бізде нөмірленеді деп тұр. Ары қарай осы сұраққа үнілетін болсақ, бұл жерде жүйелеу номенклатурасы деп тұр. Енді нәруіздерді атаған кезде олардың өсуі жалпы юпак номенклатурасына бағынбайды. Бірақ мына сұрақ бедеп айтып тұр да, мына нәруізді алда, соны юпак номенклатурасы бойынша атайтын болсаң, санақ қай жерден басталады деп тұр. Соныстар ма? Яғни мына сұрақ негізінде сапалы сұрақ емес. Бұндай екі ойлы, спорный, орысша айтқан кезде спорный сұрақтар дайындауға болмайды.
Бұл сұрақ негізінде шыны керек сапасыз сұрақ деп айта аламын. Себебі нақты білімді шатастыру мүмкін. И шатастырып тұр да. Бір сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан деген осы сұраққа келеді негізінде. Мен келіспеймін. Негізінде мына сұрақ былай тұр, иә. Қанша бұны ақтасақ та, бірақ сапасыз сұрақ. Енді жүйелеу номенклатурасы бойынша карбон қышқылы, иә, оның құрамында карбоксил тобы функционалдық топтардың ішінде ең приоритетті, былай патшасы десек те болады. Біз өзіміздің курсымызда, яғни мастер курсымыз айтамыз, номенклатура сабағында, міне көрсетейін, мынандай постерді біз береміз, көрсетеміз, қараңыздар. Мынандай постер бар. Мынау бізде міне функционалдық топтардың приоритеттері деп тұр. Көрдіңіздер ме? Приоритеттері. Осы жерде қарасаңыздар, қайсы тұр міне? Мына жақта көміртекті қойсаңыздар, міне карбоксил тобы, немесе карбон қышқылдары, я қосылыс ретінде айтатын болсақ. Бұл бірінші, көрдіңіздер ме? Ең приоритетті. Егер де органикалық қосылыста бірнеше функционалдық топ болатын болса, оның біреуі карбон қышқылы болатын болса, карбон қышқылы қай жерде тұр, сол жерден санақ басталады. Ал енді амин қышқылдарындағы екінші топ, ол бізде амин тобы. Міне. Ол қарасаңыздар, приоритеттілік бойынша 11-ші орында тұр. Мынау өзіміздің авторлық постеріміз, жекеде сатылады, алуға болады. Түсінікті деп ойлаймын, иә. Сондықтан мына жерде дұрыс жауап бізде міне А болады екен, базада. Бірақ мен бұл сұрақты ұнатпаймын. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Үшінші сұрақ. Айтады, қаныққан бір атомды спиртті дегидратациялағанда, дегидратация дегеніміз минус H2O-ны алып тастағанда, массасы осынша грамм симметриялы тармақталмаған құрылысты не? Алкен, яғни міне қанықпаған көмірсутек түзіледі. Түзілген алкен массасы 24 грамм броммен әрекеттесе алады. Реакцияға түскен спирт формуласы. Енді алкендердің формуласын білесіздер, иә? Ол бізде былай болады. CnH2n. Мына сұрақтың қай етегінен жармасы аламыз, сол жерден жармасып есеп бастаймыз да. Сонымен түйіні ақырындап бізге шешіледі. Білесіздер, алкендерге сапалық реакция ол бізде бром болып табылады. Бром су дейді, бром дейді, шатаспаңыздар. Бәрібірде ол бром 2. Бром су деп тұрса да, бром 2 деп белгіленеді реакцияға. Ары қарай полностью қосылады. Сол кезде біз не істейміз? CnH2n бром 2 деп жаза салады екенбіз. Просто қосылып тұр, иә? Енді зат массасының сақталу заңы бойынша мына жерде 1 дейтін коэффициент, мына жерде 1 дейтін коэффициент. Бізден де айтып тұр, тап-таза қанша грамм бром қосылды. Мынадан 24 грамм қосылды. Енді бромның малярлық массасын білесіздер, 160 грамм на моль. 24 граммды 160 грамм на мольға бөлеміз. Грамм на моль. Көрдіңіздер ме? Грамм мен грамм қысқарады. Осы жерден бізде моль шығады. Моль бізде 0,15 моль. Мәне, зат массасын сақталу заңы бойынша 1 дейтін коэффициенттер бізде 0,15 мольға тең болады екен. Яғни мынау да 0,15 моль деген сөз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді айтады, мына алкеннің массасы 8-де 4 грамм дейді. Соныстар ма? Яғни 8-де 4 грамм ол 0,15 мольға тең деген сөз. Міне 8-де 4 граммы тең болады 0,15 мольға. Давайте осы жерден 1 моль табамыз. 1 мольді табатын болсақ, біз нені табамыз? Біз малярлық массаны табады екенбіз. Осы жерден малярлық массаны есептейтін болсақ, 8-де 4 көбейтемін 1-ге, бөлемін 0,15-ке. Нәтижесінде 56 грамм на моль шығады екен. Алкеннің формуласы бұл. Окей. Кез келген, қараңыздар, спирттерді дегидратациялаған кезде жай ғана су бөлінеді ғой.
бірақ та көміртектің саны өзгеріссіз қалады екен. Бұдан ары қарай мына біреу 56-дан біз алкеннің формуласын таба аламыз. Ол мысалға былай болады, қараңыздар. Алкеннің формуласы CnH2n, оны біз былай жаза аламыз. 12n қосылған 2n. Бұны біз 56-ға теңестіре аламыз. Сол кезде 14n тең болады 56. Бұдан n тең алдын ала есептеп қойдым, 4-ке тең болады. Көрдіңіздер ме? 4-ке. Яғни бізде формула қандай? C4H8 деген сөз. Окей, C4H8-ге кері реакция, суды қос, не шығады? C4H9OH шығады. Міне. Яғни бізден аяқта D нұсқасы дұрыс болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Мына сұрақ концептуально қате. Эксперт, яғни осы сұрақты дайындаған эксперт, Құдай сақтасын, енді бір ғайбаттаған емес, бірақ түсінбеген болар деп ойлаймын. Әлі термодинамиканы 100%. Ода бір түсінік бар. Ол толық түсінуге жақын келе жатыр, бірақ сәл 1-2% жетпей тұр, 1-2 қадам. Әлде бір қайнауы кем болып тұр деп айтайшы. Себебі берген мына жердегі қараңыздар, варианттардың барлығы минуспен берген. Ол концептуально уже қателесіп тұр. Біздің мастер курсымызда осы гессаны, термодинамиканы бар ғой, яғни шамамен 20 сабақ бар. Бір гессанын 2 жолмен үйретеміз. Диаграммалық әдіс және формула әдісі бар ғой. Енді мына есептің өзін жалпы немен ақ түсінуге болады? Логикамен. Қараңыздар, бізде пропен бар, циклопропан бар. Міне. Пропен, циклопропан. Екеуінің формуласы бізде бірдей болады. Пропен C3H қанша болады мынау? 6, Ал циклопропан деген ол бізде былай. Цикл былай. Көрдіңіздер ме? Мынаның түзілу энтальпиясы минус 24 килоджоль на моль. Ал мынаныкі минус 53 килоджоль на моль. Мәне өлшем бірліктері мәне тұр. Көрдіңіздер ме? Біліп алыңыздар. Минус 24 дегеніміз, яғни минус таңба. Мына жердегі мәне. Мына минус таңба деген не? Түзілу энтальпиясы бұлар. Түзілу, көрдіңіздер ме? Яғни бұлар түзілген кезде қоршаған ортаға осынша энергия жіберіледі, шығарылады деген сөз. Яғни мына жерде қараңыздар. Мына минус 24 энергия қоршаған ортаға жібереді түзілген кезде. Ал мынау минус 53 килоджоль энергия жібереді. Мынау көбірек жібереді. Біліп алыңыздар, қайсы көбірек энергия жұмсайды түзілген кезде, яғни қоршаған ортаға. Экзотермиялық процесс айтам. Нәтижесінде түзілген зат ең тұрақ болады. Тұрақ, стабильный. Вот, былай айтқан кезде циклопропанның түзілу энтальпиясы бізде тұрақ. Тұрақ. Оны былай түсінеміз. Мына біреу қарапайым тілмен айтам. Пропеннің түзілуі шығын енді кетіп қалды ғой, минус 24. Олар 20 000 теңге сізден шығын кетті. Шығын кетті сізден 20 000 теңге. Ал енді пропен деген олар, білмеймін, бір кішігірім бір монша болсын. Моншаны салу үшін 20 000 теңге шығын кетті. Ал мына жерде кішігірім времянка салу керек. Одан 50 000 теңге шығын кетті. Көрдіңіздер ме? Қоршаған орта кетті ғой. Енді бізде сұрақ айтады. Циклопропаннан пропенге, яғни циклопропаннан пропенге өту үшін қанша дейді? Соныстар ма? Қанша дейді? Значит, мынаған артық кетті ма? Ақша көбірек шығындалды ма? Яғни 30 000 теңге артық кетіп тұр ғой. Сіз соны қайтарасыз. Энергиялық тұрғыдан былай мені. Түсінесіздер ме, түсінбейсіздер ме, шыны керек. Ол жағын Аллаға тапсырдым, бірақ мен өз тарапынан түсіндіріп өтейін. Мынау энергия.
Мына жер болсын, допустим, минус қанша? Мына жақ болсын, допустим, 100, мынау 50, мынау бізде болсын 20. Достар ма? О баста екеуі де бізден бастапқы зат көміртек пен сутектен басталады. Екеуі көміртек пен сутектен басталады да бізде энергия жұмсайды. Минус 20-4, яғни минус 20-4 примерно мына жақта ол қанша? Бір 80-нің төңірегінде болады мына жақта міне. Осы жерде бізде не түзіледі? С3H6 түзіледі. Энергия бізде несі төмендеді. Ары қарай циклопропен түзілген кезде міне 50-дің шамасында. Мына жақта циклопропан түзілді. Циклопропан түзілуіне бізде минус 50 кетті, 50-дей кетті, мынада минус 20-дай, яғни көбірек энергия кетті. Енді ойлаңыздар, циклопропаннан қайта мынаны түзу үшін не істейміз? Біз қосамыз, қанша? Екеуінің разницасын қосамыз. Екеуінің разницасы. Ол дегеніміз қанша мына жерден? 53-те 3-тен аламыз 20-4 тең болады қанша? 32-де 9. Біз қосамыз, біз қайтадан береміз оған деген сөз. Түсінесіздер ме? Себебі мынау тұрақты күйге өтіп кетті ғой циклопропан. Оған қайтадан жоғалтқан энергиясын үстіне беру арқылы, ол қоршаған ортаға көбірек энергия шығарып тастады ғой. Соны қайтару арқылы оны қоздырамыз да жоғарғы тұрақсыздау күйге өткіземіз. Біліңіздер, энергия көп жоғалтқан сайын, яғни төмендеген сайын зат тұрақты болады. Кімде көбірек түзіледі, энергия жұмсайды, көбірек тұрақты болды деген сөз. Ал оны тұрақсыздау, яғни энергиясы жоғарылау, минус 53-тен мынаған әкелу үшін не істейміз? Энергияны қайтарамыз. Қоршаған ортаға жұмсап тастаған, шығарып беріп тастаған энергиясын қайтарамыз. Бұл жай ғана суреттеу арқылы түсіндірдім да. Енді оны былай басқаша түсіндіруге болады. Түзілу энтальпиясы деген не? Ережесі. Алдымен заттар бөлме температурасындағы өздерінің элементтерінен түзіледі. Пропен да, циклопропан да құрамында көміртек пен сутектен ғана тұрады. Яғни көміртек бар. Көміртек бөлме температурасында стандартты күйде деп айтады. Қандай? Қатты зат. Қап-қатты қара зат. Қосылған сутегі ол бөлме температурасында газ болады. Енді екеуінің формуласы С3H6 ма? Онда сутегіден қанша керек? 3 керек. Надан 3 керек. Түсінесіздер ме? Вот, бұлар шикізат анекен түзілу үшін. Анекен түзілу үшін. Енді ары қарай біреуінен не түзіледі? Біреуінен С3H6 пропен түзіледі. Екіншісінен не түзіледі? Екіншісінен циклопропан түзеді. Міне, циклопропан. Пропеннің түзілуі қанша? Бұл диаграммалық әдіс. Минус 20-4 килоджоуль на моль. Мынаның түзілуі қанша? Минус 53-те 3 килоджоуль на моль. Ал енді есепті айтады, циклопропаннан пропенге өту. Циклопропаннан пропенге былай өту дейді. Бұл бізде не болады? Бұл бізде X болады. Енді стрелкаларын бағыттарын жинаймыз. Ол бізде былай. Бүкіл бағыт маған кеп тұр, қарасаңдар. Міне. Мынау былай қарап тұр. Мынау бірінші мынаған айналады. Потом ол былай айналады, көрдіңіздер ме? Онда мына тура жолды не дейміз? Бірінші жол деп алайық. Ал мынау бүйтіп ұзынша екінші жол болсын. Онда бірінші жол бірден минус 20-4 тең болады X қосылған минус 53-те 3. Осы жерден минус 20-4 X, мына жақта енді плюс пен минус қайналады 53-те 3. Осы жерден мынаны бүйтіп айналдырып жасаңыздар, мысалы айналдырып, иә? Айналдырып, ол былай деген сөз ғой, мен X алынған 53-те 3 тең болады минус
20-4. Көзге ыңғайлы болсын деп тұрмын да деймін. Потом x тең болады минус 20-4. Ана 53-те 3-ті былай айналдырамын. Яғни теңдіктің мына жағына жіберемін. Мына жақта минус болып тұр ма? Ол плюс болып барады мына жерде. 53-те 3. Қарасаңыздар, плюс мән шығады. 32-де 9 шығу керек. Плюс 32-де 9. Ондай мән жоқ. Яғни сұрақты құрастырған адам бұл тақырыпты жөнді доканза түсінбей, бірақ кіргенде есеп, бүкіл мұғалімдердің білімін бағалау үшін есеп құрастырып жүрген. Ол, скорее всего, формулаға салды, бірақ затын түсінбейді да, процестің термодинамиканы. Затын түсіну үшін оның ішіне керек, мына абстрактный мышление болу керек, либо біз мастер курсын оқу керек. Мастер курсынан прям подробно айтылған барлығы. Сонымен, мен өз платформама бүйттім мынаны плюс деп қойдым, и мынаны плюс деп қойдым. Себебі үшеуі минус, біреуі плюс болса тоже сомнительный да. Екі жауап минуспен, екі жауап плюспен әйтеуір өзгертіп қойдым да, д деп қойдым менде. Түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде жауап д, бірақ плюспен шығу керек. Ақиқаты сол. 5. Қалыпты жағдайда сұйық зат дейді. Енді білесіздер, сутек ол газ, йод қатты, мыс қатты, бром ол бізде сұйық. Біздің авторлық кесте бар. Нақты агрегаттық зат күйлері көрсетілген. Міне бүкіл кестеге әрбір элементтің агрегаттық күйі көрсетілген. Төртбұрышты көрсеңіздер қатты, жұлдызша көрсеңіздер газ, былай сұйық болады. Көрдіңіздер ме? Бұл бөлме температурасында. Мен жаңағы бром белгісі қандай сұйық деп тұр. Мыс қандай? Міне төртбұрышты қатты. Сосын тағы қайсы болды? Міне йод. Йод ол қатты. Сутек енді итакта газ екен білесіздер, иә? Тамаша. Достар, біз осымен талдауды тоқтатамыз. Басқа сұрақтардың талдауларын немесе басқа нұсқалардың талдауларын көргіңіз келсе, төмендегі ақпарат бойынша менеджерге хабарласыңыз. Біз Қазақстан бойынша НКТ-ға химия пәнінен дайындайтын номер 1 орталық болып табыламыз. Біз негізінде сұрақ сатпаймыз, біз сапалы талдау сатамыз. Егер бізбен бірге НКТ-дан сүрінбей өткіңіз келсе, төмендегі ақпаратпен менеджерге жазыңыз, немесе мына біреу нөмір арқылы WhatsApp нөмірге жазыңыз, иә, міне 8 707 385 98 98 нөмірі. Жақсы, назарларыңызға рахмет, сау саламатта болайық.